28 наурыз күні Елбасы кітапханасында көшбасшылар мектебінің 5 күндік семинар тренингі басталды. Кітапхана мен қоғамдық ұйымның бірлескен іс-шарасы Жас ұлан бірыңғай балалар мен жасөспірімдер республикалық қоғамдық бірлестігінің. Сонымен қатар Елбасы кітапханасы жанындағы Кемел ел мәдени білім беру жұмысы және жастарды тәрбиелеу орталығының мүшелеріне арналып ұйымдастырылды. Семинар жұмысы жас активистер бойында көшбасшылық қасиеттерді қалыптастыру, әлемді өзгертетін идеялар жобасы шеңберіндегі жастар ұйымының мүшелері арасында ынтымақтастық байланыстарды нығайтуға бағытталған. Семинардың әрбір күні белгілі бір тақырыпқа арналады. Қатысушылар бірінші күні команда құру негіздерімен, екінші күні көшбасшылық қыр-сырымен танысады. Ал үшінші күні шешендік өнер және тайм-менеджментті оқиды. Төртінші күні бизнес жайлы мақсатқа жету және оны іске асыру туралы білім алады. Семинар тренингтің бірінші күнгі жаттықтырушысы Жас ұлан бірыңғай балалар мен жасөспірімдер республикалық қоғамдық бірлестігінің төрайымы Динара Сәдуақасова семинардың мақсаттары мен міндеттері, практикалық мән маңызы, болашақ жоспарлары туралы айтып берді.